Қыздар, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Көңілге қалай? Қошемет деп жүрейік. Қазір біздің жасанды интеллект бойынша ұйымдастыру кезеңі басталады. Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айдарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Сәттілік балалар. Мен елімді мақтан тұтамын, өйткені мен елімді сүйемін. Елімнің болашағы жарқын себебі тамаша, өте жақсы, тамаша. Өз сыныпында тәртіп орнатуға мен көндікте балалар, негізгі қосымша ақпараттар бар бұл мәтіннің ішінде. Тағы да қандай көмек жасапты ол кісі, ол спортсмен болса да, балуан болса да. Дұрыс айтасыздар, майданға не істепті Ақкөл? Әскерлерге ұшақ, кәдімгі самолет, кәдімгі өз аттан сатып алған бергенге керемет, өте жақсы жарайсыздар. Енді бұл Қажымұқан айтпасын туралы жағынан бар. Келесі да болады. Ол үшін болымды болу үшін іс-әрекет болу керек. Әрдайым болу керек. Мысалы, Абдрахман сабақ оқып жатыр, Медина сабаққа келдім, Айша өте ұқыпты оқушы, бұдан өте Сарда өте жақсы балам деп көрдіңіздер ме? Бұның барлығы қандай іс-әрекет болады ма? Ал енді қараңыздар келесі. Іс-әрекет егерде болымсыз жетістік қай жағдайда болады? Іс-әрекеттің орындалғанын жүзеге асырып болым жетістік білдірсе, қандай мысалдарды таңдап қарашы Мария? Оқиық неге? Енді келесі қараңыз. Болымсыз деген өз айтып тұр ғой, не ол? Іс-әрекет не істеу керек? Болмайды, дұрыс айтасыздар. Өте тамаша, іс-әрекет орындалмайды, болмайды іс-әрекетке қараңыз. Болымсыз іс-әрекеттің орындалмағанын, іске аспауын көрсетеді екен. Сөйтеді де болымсыз жетістік түрлерге, бір жетістікке маме, бабе, папе жұрнақ жалғанады. Мысалы қараңыз, маме, бабе, папе жұрнақта жалғанады. Не деп тұр? Кесетпе қаттырақ досыңызға, дұрыс айтасыздар балалар. Енді қараңыз балалар, сіз нешінші сыныпта оқисыз, сіз сабаққа келесіз бе? Мысалға, бұл жерде бұл қандай жауап болады? Бұл сұраулы есімдігі болып кетеді, бұны есептемейміз балалар. Ал енді қараңыз, маме, бабе, папе жетістікке келу жалғанатта іс-әрекеттің орындалмаған бітірген кезде қандай есім болады екен? Тамаша. Келесі. Сал жетістік. Бала оқышы. Бала секілді Сардар оқы. Келесі. Мұндан оқы. Маулен оқы. Келесі. Ақкөл оқиғы соңғы. Бөлме жиналды. Тамаша. Мынаны оқиғы Айша оқиғы бірінші баланы секілді. Дұрыс. Келесі. Медина оқиғы. Қызды, келесі Маржан оқы. Жүк тасты. Келесі Мадияр көтерісті. Тамаша. Аружан бөлме жинасты. Балалар қараңыздаршы. Қараш, осы жерде мына іс-әрекет. Бала секіріп жатыр ма? Бала секірді, секірді. Тамаша. Мәлерде оқыды ма? Оқыды. Өлең қызды дейді. Кім оқы қызды? Біреу қызды, мұғалім ата-ана немесе біреу. Бөлмені жинасты. Бір адам жинады ма? Екі немесе одан да көп. Міне қараңыздар. Бұл тек сіздерге ғана бүгінгі сабақта ақпарат қана, алмалыңыздар өздері. Сабақта салт жетістіктен кейін балалар етіс шығады. Яғни етістіктен Маулен етіс шығады. Етіс дегеніміз, яғни іс-әрекетті кім орындайтын? Бір адам емес, бірнеше адам орындауы мүмкін, өзіне өзі орындауы мүмкін. Оны шығуға мысалға. Сабақ оқылды. Көрдіңіз бе балалар? Өзінен өзі орындалып жатқан іс-әрекет деп жатқан жерде өлеңді оқып қызды жаңа айттыңыздар. Мұғалім оқып қызды дедіңдер.
Біреу оқытқызды дедіңдер, иә, көрдіңіздер ма? Сонда сәлкет біреу арқылы орындалған, иә, балалар? Аға, тамаша. Түсінікті ма бұл вариант? Түсінікті ма? Жақсы. Кері байланыс жаздық па? Кері байланыс жаңағы қорытындылай алмасаңыз, иә? Bir ауыз сөзбен балалар, мен тек айтып кетейін, иә? Мадияр, қарашы. Мадияр, қарайын. Енді осы етісіміз қимыл менен орындаушының арасындағы байланыс болады да. Неше түрге бөлінеді екен? Төрт. Қандай? Өзгелер, қарақсыз, орта деген қалай екен? Бәрі түрге орындайды. Ырықсыз деген ше? Дұрыс, ырқынан тыс, өзінен не ырқынан тыс кәдімгідей. Келесі өзгелер, басқа біреу дұрыс айтасыздар. Одан кейін өзі орындайды әрекетті. Тамаша. Бұл енді келесі сабақтың еншісінде, бүгінгі сабақта біздің қалған тек қана негізгі ақпараттарымыз. Енді балалар қараңыз, қараңыздар балалар. Мына жерде балалар бізде оқулықта жеке жұмыс болады. Қазір оқулықтағы 5-ші тапсырманы ашыңыздар. Тез. Оқулықтағы 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманы қараңыздар. Не істеледі? 5-ші тапсырма. Тамаша. Яғни жеке жұмыс. Балалар, оқып жібереміз, мен оқиын, Даулет қарашы. Етістікті түрлерге қарай ажыратып жаз. Қандай түрлер бар еді? Сабақты, енді қараңыз. Топқа, көрсетпе, тазала, қайма, сайра, озға, көшеме, суға, жақыра, күлкіре, сіңкіре, жұмыл, түңілме, шап, кеспе, жаз, шес, қашпа, ұш, иә? Дискрипторын қараңыздар, балалар, осы бізге беріп дискриптор, иә? Яғни бағалау көтеріледі. Оның етістікті анықтайды, екіпбай, бонус етістікті ажыратасына, сабақ етістікті анықтайсына, одан кейін салт етістікті ажыратады. 10 ұпай жоғары ұпай, осыған сәйкес лексиканы тез орындап шығамыз. Онымды, онысы сабақта салт етістікті. Жеке жұмыс балалардың әркім өз орындайды. Балалар, байланыс жасап бар кәдімгі ше, тақтаға жазамыз, мысалы. Болымды етістік. Болымды етістік. Қосып тегін жазамызды. Етістік. Болымды етістік. Сұлар асылаймыз балалар, я? Ары қарай сабақты салт етістік. Бағалау критерийін қараңыздар, балалар тақтада. Болым етістікті анықтайды, яғни болым етістікті дұрыстауымыз керек, болмыс етістікті және сабақ етістікті, салт етістікті. Тамаша, өте жақсы жарайсыздар. Балалар, уақыт шектеулері өйткені беріп тұрған сөздер өте аз. Тез жазуға болады. Жеке жұмыс істейді. Кітаптан алып отырмаларды жаңа сабақ жаңа.
수가 정말고 뭔가 같아서 Ini bawa buku pak. Aisyah buku. Bunga, okuyor bu. Aydan koy. Жеке жұмыс болған иә. Ол жетістіктер тоқар тазалау, қайнар сыйрап, жақсырақ болмысы көрсетпе, күшіне немен кеспе, қашпады. Сабақты жұмол, Өте жақсы балалар. Яны отыра ғой. Рахмет көп. Балалар критерийге сай екен я. Қарап отырмын әрісінде. Балалар. Егер де жоқ болса, онда жазбаймыз. Жарай ма? Балалар, расыңыз болған секілдісіз, иә, жұмыста. Дұрыс. Жақсы, тамаша. Балалар, тоқтатамыз. Жеке жұмыс қазір. Неге мен бәріңізге де шолып қарап отырмын, жандарыңызға бардым. Келу, тез қазір мен бұл тоқтатамыз балалар. Тоқтатамыз. Келесі балалар қараңыз. Енді бұл жеке жұмыс қой, парақтап тұр. Дискрипторге сай жаздық. Кейбірімізде шайрап қу бар балалар. Былай болатын болса, келесі жұмыс балалар қараңыз. Жұптық жұмыс. Бұл да балалар. Тақын ішіне оқуымызға кітап ашамыз. Келесі тапсырма. Жұптық жұмыс балалар қараңыз. Алтыншы тапсырманы ашамыз. Жұппенен орындап шығамыз, сес. Яғни бағалау. Қараңыздар балалар. Мен оқимын сіздерге қазір. Қажымұхан мұнайгаз туралы мәтінді түсініп оқиды. Бір жоба оқиды, екіншісі соны бірге түсініп алады. Я қараңыз, мәтінді түсініп оқиды, мәтінді деталь ақпараттарды табады, сабақ салт етістікті табады. Тез етеміз, қанекей, тез. Айша, сен мына жерге келе ғой, кел. Мына жерге келе ғой. Жұппен орындаймыз, сез етеміз балалар. Қараңыздар. Жұптық жұмыс, мәтінді кәдімгідей оқимыз да. Енді бір адам оқиды болғансыздар,
мәтінді түсініп оқиды, деталь ақпарат табамыз, кейіпкер туралы деректі ажыратамыз, сабақты салт етістіктер табамыз. Сосын дұрыс ажыратамыз, ойды дәлелдеп, 2 сөйлеммен, 3 сөйлеммен айтамыз. Машина шанс болады. Кездесіз үшін мәтініміз үлкен жұмыс lazım. Дискреттеріне балалар ауытып кетпейміз, қарап отырамыз. Қазақта күш атасы Қажымұқан деген сөз кең тарап кеткен. Оның себебі де жоқ емес. 1000-сында ашылған цирктің орыс палуаны Злобинмен тілдеседі. Злобин оған Петербургтегі күрес мектебінде оқуға кеңес береді. Бұл ақылды құбалған Мұқан осы мектепте 2 жыл оқып күрес өнеріне жолдама алады. Сөйтіп Мұқан Германияның Кельн қаласында неміс палуаны Генрих Леберді жеңеді. Рига қаласында да бас бәйге белгілі болады. 1910 жылы Варшава қаласының халықаралық жарыста кіші алтын медальді Аргентинаның астанасы Буэнос-Айрес қаласында еркін күрестен үлкен алтын медальді жеңіп алады. Қанекей, осы жерге дейінгі ақпараттарды жинайықшы. Тамаша, тағы. Мен айтпаймыз, дұрыс, өте жақсы. Ал, енді осы жерде кейіпкер қараңызшы. Кейіпкер туралы деректерді ажыраталық па? Ажыраталық, тамаша. Енді ішіне сабақты етістіктер табамыз, тез етеміз балалар. Бүкіл мәтін бойынша сабақты етістіктер тауышамыз. Сабақты етістіктер. Мектебінде қайда? Мектепте не істейді? Мектепте оқиды көрсетесіз болады жас. Жақсы, қанекей балалар, қорықпа. Жақсы, енді балалар, біз
Сұрағымыз қандай еді балалар, дауыс секторда? Кімді? Нені? Тамаша. Енді кімді? Мына жерде бар ғой балалар, қарашы, иә? Ұшақпен қазақ ұшқыны сабақты тістік, иә, бұл жерде, иә? Иә. Дұрыс, дұрыс айтасың, яғни балуанды. Мына жерде неге көп балалар, иә? Салт етістік өте көп сосын балалар, иә? Иә, блогермен, дұрыс кіммен? Блогермен салт етістік. Дұрыс айтасың. Дұрыс. Нұрлыны, иә? Нұрлыны шақырды. Тамаша, өте жақсы. Яғни бұл не болады? Тамаша, сабақта, иә? Алтын не? Алтын медальді жеңіп алды. Қай етістік болады бізде? Яғни балалар, табыс секторындегі сөзді қажет етсе, ол қай етістік болады? Ары қарай, Сардар, айта ғой. Ол не етістік оқиды? Я оқы. Дауысын шығар. Иә. Дұрыс. Жақсы, бұл жерде қашпа деп, болымсыз етістікті қосып қойдың, иә? Жақсы, келесі оқи ғой. Келесі, Ақтүл болдыңдар ма? Оқи ғой. Жақсы, Дәулет екеуің, иә? Өте жақсы. Жақсы балалар, олай болатын болса, сабақты етістік пен салт етістік, болымды және болымсыз етістік, және етістер. Бүгінгі сабағымызда балалар алғашқы ақпаратымыз болады. Ары қарай сабақтың жалғасы кейінгі мақсатпен ұласа отырып, өзіндік кәдімгі дәрежесіне көтеріліп тұрады. Ал енді сабақтың қорытындыларын жіберейік балалар, иә? Сабақтың қорытындылары балалар. Енді келесі сіздер барлық телефондарын, столдарын, заказын, міндеттерді жинап алған, иә? Оған тез арада ойдан спорт туралы немесе күш туралы мақала шығарайықшы. Иә. Шығарамыз балалар, көрейікші. Мықтылық мұратсыз келмейді. Тағы не деп тұр? Күш атасын танымас. Спортпен айналыс, істемейсің. Ұтыл байсың. Тағы сондай сияқты. Не кім айтады? Тамаша, еңбектің артында жақсылық жасырып тұр. Ол жақсылық, яғни елге жасайтын жақсылық yazarда. Тез. Иә. Күш. Күш атасы, қажымқан жасы. Күшті болсаң, не істеу керек? Не істеу керек? Спортпен айналысу керек, яғни білімді болу керек. Жақсы. Мен бұл туралы не деп жатырмын бала сіздерге? Үй тапсырмасына күш, спортқа байланысты, балуандылық өнерге байланысты, яғни спорт өнері ішіндегі үйден ойдан мақал материал көрсетіп бересіздер. Түсінді ме? Ойдан кітаптан ешерден емес балалар. Әр оқушы өзінің шешендік қабілетін анықтап алуымыз қажет. Енді балалар алдарыңызда ұялы телефонда бар бетке сабаққа қатысты өздеріңізде болған тұрған кері байланыстарыңызды жазып жіберіңіздер. Дәптерді балалар берместен бір-бірімізге келіп отырып қазір жинап аламыз балалар. Жақсы балалар.